Көрермендер, бүгін мен сіздерге осы киізден мынандай әдемі оюды ойыстырып, сырмақ істеуге, бұрынғы кезде киізден осылай сырмақ істеген, қалай ойыстыратынын көрсетейін деп отырмын. Мынау Питер матасы, қалыңдығы екеуінің ақ пен қараның бірдей. Осыны қалай ойыстыру керек, соны қалай сызып оятынын сіздерге көрсетейін деп отырмын. Ол үшін бізге осындай 40 сантиметрлік жан-жағы осындай квадратқа міне қара менен ақты осылай бір-бірінің үстіне салып, беттестіріп, қарасы, ағын осылай бір-бірінің үстіне беттестіріп, шетін бұлай айландырып тігіп аламыз. Мені қара жағынан көрсеңіздер болады, осылай бүйтіп айландырып бәрін тігіп шығамыздағы. Осы арнайы даярлап алған ою өрнегін осыған салып, сызып бойып аламыз қайшымен. Үштен бұлай тартып тұрып, екі ұшын тура келтіріп, осымен сызып аламыз. Осы даяр оюымызды осыған тартып сызып алғаннан кейін жақсылап ойып аламыз, біркелкі қылып. Міне мен оюды сызып шықтым. Енді осыны қайшыменен ойып аламыз. Мен ойып даярлап қойған оюымды сіздерге көрсетіп өтейін. Біріншісін мен ойып даярлап, осыны кестеменен тігіп жатырмын. Бұны екеуін бір-біріне бұлай ағына қарасын, қарасына ағын салып осылай ойыстырамыз. Бұны ойыстыру деп атайды міне. Міне осы ойыстырып бір-біріне қарасына ағын аққа қараны салып осылай ойыстырып, бір-біріне осылай іліндіріп көктеп тігіп аламыздағы. Сосын бұрын болғанда бұны ата-бабаларымыз ал дегенде жөрмеп, сосын жиектеп, жеке жиекпен басқан. Біз қазіргі заманымызға лайықты мынаны кестеменен тігіп отырмын. Бұл кестені чырыш деп атайды. Мынандай айландырып, осы чырыш кестесіменен барлығын осылай тігіп шығамыз. Міне сізге тігудің жолын көрсетейін деп отырмын. Мына жерде мынау бір-біріне ойыстырылған оюымызды екі жағынан кезек алып отырып, екі жағынан кезек алып отырып тігеміз. Бұны шырыш деп атайды. Бір жағынан, екінші қара жағынан бұлай алып, сіздерге алып көрсетейін. Міне осылай алып тігіп отырамыз. Міне бір жағынан қызыл ақтан аламыз бұлай. Ақтан бір қайта алып, қызыл қара жағынан екінші қайтасынан бұлай алып отырамыз. Сонда бұлай айқасып, әдемі кесте болып түсіп отырады. Барлығын осылай айландырып тігіп шығамыз. Міне. Менің осы бүгінгі сырмақты ойыстыру сабағым сіздерге ұнап жатса, сабағыма тіркеліп, каналға лайк басып, қолдап отырыңыздар. Осыменен бүгінгі менің сабағым аяқталды.